Бетіңізге қарап, сіздің қай жасыңызда сізге сәттілік келетінін анықтауға болады. Бұл Қытай физиогномикасы бойынша зерттелген. Енді өзіңіздің бетіңізге анықтап қараңыз, бетіңіздің қай жерінде дөңестік бар. Ол яғни жаңағы безеуге ұқсас өзіңіздің туылғаннан немесе кейін пайда болған дөңестіктер, оны безеумен шатастырмаңыз. Осы келесі суретте беттегі, бет формасындағы цифраларды, сандарды көресіз. Сол дөңестік қай цифраға сәйкес келеді, яғни ол цифра сіздің жасыңыз болады. Яғни, егер мысалға екі қастың ортасында сізде дөңестік болатын болса, ол 27 санына сәйкес келеді. Яғни, ол сіздің 27 жасыңызда үлкен сәттілікке кезігесіз. Ол квартира, машина алуыңыз мүмкін, үлкен ақша, қомақты ақшаға қол жеткізесіз, немесе танымалдылыққа деген сияқты әртүрлі жақсы сәттілікке жолығасыз дегенді білдіреді. Енді мысал келтірейік, Юрий Гагаринді анықтап бетіне қарайтын болсаңыз, оның екі қасының ортасында үлкен дөңестік, выпуклость деді орысша, соны байқайсыз. Ол осы 27 жасында ғарышқа ұшып, үлкен бүкіл әлемге танымал болған адам. Келесі кейіпкер ол Катя Елизарова, фотомодель, тоже екі қасының ортасында жаңағы безеуге ұқсас выпуклость, дөңестікті көресіз. Осы 27 жасында үлкен танымалдылыққа ие болған қыз. Енді өзіңізді анықтап тексеріп көріңіз, бетіңіздің қай жерінде дөңестік бар, и ол мысалы мен берген суретте қай санға сәйкес келеді. Сол жасыңызда сізді сәттілік күтіп тұр деген сөз. Енді өзіңізді тексеріп, анықтап көріңіз. Ол өткен шақта да болуы мүмкін. Мысалға, сіздің 25 жас саныңызға сәйкес келеді. Сол кезіңізді есіңізге түсіріп көріңіз. Сол кезде сізде бір өміріңізде жақсы жағдай болған, сәттілік болған. Кері байланыстарыңызды қалдырыңыз. Қызық болса, осы тақырыпты ары қарай жалғастыра аламын.